Келесі сабағымыз товар таңдау, сосын юанды теңгеге айналдыру. Мысалы, мен мына пижаманы таңдаймын. Мынаны таңдайын. Размерін таңдаймыз. Он төртте 8 юань деп тұр. Енді қазір біз 14-те 8 юаньді теңгеге айналдырамыз. Google'ге өстіп жазасыздар. Google'ге курс валют юань деп жазасыңдар. Мына жерде 14-те 8-ті бізде 1011 теңге екен да. 1012 теңге деп алайық мысалы. Енді осыны таңдаймыз. Размерін бәрін мұқият қарап таңдап аласыздар, я? Виза дегенді таңдаймыз. Визаны таңдаймыз, қызыл батырманы басамыз. Енді мына жерде бізге карточканы таңда деп тұр. Мынаны басамыз. Карточкамызды енгіземіз. Голд карточкамызды ең астына қарай түсесіздер. Мына жерге голд карточкамызды енгіземіз. Қызыл батырманы басамыз. Мұнда бірінші тұрғанға карточкаңыздағы аты жөніңізді жазасыз. Бас әріппен картаңызда қалай тұр, солай жазамыз. Астына таңдаймыз. Үшіншісіне карточкамыздың артындағы 3 таңбалы санды жазамыз. Қызыл батырманы басамыз. Мұнда 6 санды өзіміз ойлап табуымыз керек. Және де сол 6 санымызды ешқашан ұмытпауымыз керек. Өздеріңіз ойлап табасыздар.